Матканы алып тастағаннан кейін жыныстық қатынас қалай болады? Мынау қаншама кесірттілігі болды да, тігіліп сол ертең ажырап кететіндей болатын болса деген. Әрине зияны, егер бізде аналық безді алып тастаса. Уақыт өте келе бізде уже мужской гормон көбейе береді, и гормондардың нарушениесі басталады, біз толып кетуіміз, немесе еркек тәрізді болып кету бұл әрине мүмкін да. Как будто бізде матка болмаса, біз ешқандай оргазм алмаймыз, бізде либидо түсіп кетеді, олар жыныстық қатынасқа түседі да. Мүмкіндігінше қалай істеу керек, чтобы жатырды алмайтындай. Себебі асқынған дүниені қайтару қиын. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Қайырлы күн, қыздар. Бүгін сіздерге жалпы матканы неге алып тастайды? Матканы алып тастағаннан кейін жыныстық қатынас қалай болады? Оның бізге қандай кері әсері бар, қандай пайдасы бар? Сонымен қатар одан кейін неге біздің самооценкамыз түсіп кетеді? Неге бізде еркекке деген страх пайда болады в основном, да? Вот осы туралы сөйлесетін боламыз. Яғни жатырды алудың көрсеткіштері бар, яғни бекерден бекер сіздің органыңызды жұлып алып тастамайды. Қандай көрсеткіштері бар? Егер сізде жатырдан қан кету болатын болса, міне сол кезде алып тастайды. Егер де жатырда немесе басқа да органдарда қандай да бір раковый клеткалар болатын болса, немесе мына жатырдың іші барлығы толып кеткен, іріңдеп кеткен жатыр болатын болса, содан бөлек бізде көптеген майда миомалар, соның кесірінен қан кету болатын болса, немесе мынау қаншама кесірттілігі болды да, тігіліп сол ертең ажырап кететіндей болатын болса дегенде бірнеше көрсеткіштері бар. Міне осындай көрсеткіштерден кейін көбінесе біз жатырды алып тастайды. Оның екі түрі бар: ампутация және де экстирпация дейді. Экстирпация дегеніміз ол полностью осы жатырдың трубкаларын, оның аналық безін, сонымен қатар жатыр мойнын барлығын осыдан кесіп тастайды. Осының бәрін полностью алып тастау бізде экстирпация теломатики деп аталынады. Яғни бүкіл түгелін алып тастау. Ал екіншісі бұл ампутация. Ампутация дегеніміз, яғни сізде аналық без жақсы жұмыс істеп тұрса, трубаңыз жақсы болса, ойлы екеуін қалдырады да, тек осы жерінен былайынан кесіп, және де мынау шейканы қалдырады да, осынан кесіп алып, жатырдың өзін ғана алып тастауы мүмкін. Немесе жатыр мойнымен біреу қосып алуы мүмкін. Немесе бізде жиі болатын, бұл эрозиядан кейінгі рак ауруларымен асқынған болатын болса, онда осы қынаптың кішкене жарты бөлігімен бірге осыдан алып тастаулар болады. Міне бұл бізде ампутация теломатики деп аталынады. Енді бұны алып тастағанда қандай пайдасы и зияны да? Әрине зияны, егер бізде аналық безді алып тастаса. Неге? Себебі бұл бізде өзінің женский гормондарын бөліп отыру керек. Бізде эстрадиол, как положено, уақытында бөлініп, өзінің қызметін атқарып отыру керек. Ал екіншісі, бұның минусы, бізде егер аналық безінен қосып тастайтын болса, бізде женский гормон жоқ қой уже. И уақыт өте келе бізде уже мужской гормон көбейе береді, и гормондардың нарушениесі басталады, біз толып кетуіміз, немесе еркек тәрізді болып кету бұл әрине мүмкін да. Ал егер сізде аналық безін қалдыратын болса, матканы өзін алып тастаудың қорқынышы бар ма да? Жатыр бізде не атқарады қызмет? Жатырдың негізгі қызметі бұл жүктілікке дайындау, жүктілік баланы өсіру и соны шығару, негізгі қызмет. Яғни ұрықтандыру қызметін атқарады былай айтқанда. Яғни как қап сияқты, мешок сияқты, А так басқа оның қызметі жоқ да. Вот сол нәрсені істеп отыратын дүние. Сондықтан егер сіз босанбайтын болсаңыз, алдағы уақытта да, балаларыңыз бәрі болатын болса, и маткада қандай да бір зиян болып тұрса, оны лучше алып тастаған әрине дұрысырақ. Ал енді одан кейінгі жыныстық қатынас қалай болады? Бізде көбісі қорқыныш та, мысалы, еркектерде тоже қорқыныш бар. Қандай? Когда оларда простатит болады, яғни олар жиі дұрыс тұрмайды, олар сразу қорқа бастайды, жыныс қатынастан қашады, өтірік бір сылтаулар айта бастайды оларда, Дәл жата сол сияқты бізде де қорқыныш бар. Как будто бізде матка болмаса, біз ешқандай оргазм алмаймыз, бізде либидо түсіп кетеді, олар жыныс қатынасқа түседі да. Вообще-то, на самом деле, шын мәнінде, жыныстық қатынас біздің маткаға келмейді. Оның жатырға қатысы жоқ. Бізде қалай? Максималды мынау тұрған шекаға келіп тіреледі. Яғни қынап бұл жерде маңызды рөл атқарады. Жыныстық қатынасқа атқаратын рөл бұл біздің қынабымыз. Сондықтан бұның еркекке ешқандай пайдасы да жоқ, зияны да жоқ. Еркектер бұл матканы сезбейді да, оны түсінбейді да, потому что себебі ол қынапқа кіріп жатқан дүние, қынапта болып жатқан нәрсе, ол нәрсенің барлығы да. Сондықтан әйелдерге айтатыным, сіз жатырынды алып тастады екен де, оған самооценканы түсіріп тастаудың керегі жоқ, потому что бұған абсолютно сіздің қызмет атқарып тұрған жоқ. Жатырдың жыныс қатынасына мүлдем қатысы жоқ былай айтқанда, түсінікті ме? Бірақ бізде қорқыныш, как будто не бұл психосоматика. Как будто сізде жатыр жоқ екен, еркегіңіз біліп қойса, олар ойлап қалады, мен сонда қайға қосыламын да? Вот тек жатырмен қосыламын деп ойлайды да. На самом деле ол жатырмен қосылмайды, на самом деле ол қынаппен қосылады. И оларда просто сондай психосоматика пайда болып қалады да, и непонятная ситуация, короче, оның жатыры жоқ, мен онымен қалай болады бұл дүние вообще? Знаете, ол әйел емес қой дейді да. Сіздің әйел екеніңізді жатыр ғана қойып тұрған жоқ қой.
иә, сіздің әйелге көріп тұрған жатыр емес қой на самом деле, иә. Вот сол себептен бұл қатты проблемный, болмаса бір уайымдайтын нәрсе емес, яғни еркекке бұл маңызды деп те айта алмаймын. Еркекке керегі мына жер, осы жердің тарлығы, осы жердің әдемілігі, иіссіз күшті болып тұрғандығы, былай айтқанда. Сол себептен егер сізде дәл қазір табиғаты болмаса, онда қатты қайғырудың керегі жоқ. Міне, самооценканы түсірудің де керегі жоқ, себебі сіздің самооценкаңыз онымен бағаланбайды. Түсінікті ме? Ал мүмкіндігінше қалай істеу керек, чтобы жатырды алмайтындай. Ол үшін профилактика жасаймыз. Кез келген дүниенің профилактика. Мысалы, элементарно әдемі бір көйлек алсаңыз, сол көйлек быт-шыты шығып, мына жерге бірдеңе төгіліп, оның ізі қалып кетпеу үшін здесь профилактика жасаймыз. Қалай? Салфетканы алып өзінше сүртіп, мына жерімізге қойып қоямыз, немесе алғы төсеміз, жеген кезде алға қарай еңкейіп, бүйтіп жейміз, чтобы киімімізді құртпау үшін, иә. Тура солайынан мынада сөйтіп істеу керек. Дәл солайынан, яғни ауырып келгеннен уақытылы емдеу, уақытылы әрекетке кірісу, бұнан көмектесу, вот соның бәрін істеп отыру керексіз. Мүмкіндігінше. Себебі асқынған дүниені қайтару қиын. Ал асқынбаған дүниені емдеу өте оңай. Түсінікті ме? Ендеше барлықтарыңызға мың алғыс. Сіздермен бірге болған доктор Сейіт Жаппаровна. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментария жазуларыңызға болады.